Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін 96-шы сабақ логикалық есептер. Сабағымызды бастамас бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдап жіберіңіздер. Содан кейін келесі сабақты шығаратын боламын. Сен кеңістікті ойлауды дамытатын логикалық есептерді шығаруды үйренесің. Сен жазбаларға берілген тапсырмаларды орындауды білесің. Бұрышы қиып алынған текшенің жазбасын тап дейді. Мына есептерге қарасақ, мына текшенің бір бұрышы қиып алынған. Сол бұрышы қайсысына сәйкес келеді? Бірге сәйкес келмейді. Өйткені қарайсы де мына төбесі мен мына қабырғасы, мына қабырғасы. Бізде үш қабырғасына қиып алынғаны керек. Қарайықшы, сонда бізде үшіншісі сәйкес келеді. Мына текшелерді бүйтіп бір-бірімен сәйкестендірсек, жапсақ, сонда мына үш жері бізде қиылып алынған болады екен. Үшінші вариант сәйкес келеді. Текшелерден пішін құрастыр және оны досыңа көрсет. Оны бұзбай тұрып, одан қанша текше бар екендігін санауды өтін дейді. Қарайықшы, мына жерде қанша текше бар? 1, және мынаның астында 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 текше бар. Ал мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 текше бар екен. Так, мына жерге қарайықшы. Бірінші пілдің суретінде мына фиолетовый цвет бізде X-ті білдіреді. Сосын мына С бізде U-ды білдіреді. Одан кейін мына жасыл түс бізде V-ді білдіреді. Ал мына тіке бұл I-ды білдіріп тұр. Ал мына сары N-ді, ал мына қызыл бізде F-ті, көк бізде P-ді білдіріп тұр. Одан кейін мына жерде U бар. Сосын мына күлгін түс бізде Z, сосын мына фиолетовый цвет бізде T, ал мынау бізде W, ал мынау L-ді білдіреді. Дәл сондай табуымыз керек. Так, мынау бізде екі сурет қатар құрылып тұр. Біріншісі бізде L-ді білдіреді. Мынау бізде Y, мынау X, мынау F, V, бұл бізде Z, I, U, T, сосын мынау бізде P деген сияқты. Келесі, мына жасыл бізде I-ды білдіреді. Сары N, мына сары V, жасыл, мына күлгін түсте бізде L-ды білдіріп тұр. Келесі мынау U, көк түс бізде P, және Y-ды білдіреді. Мынау Y, ал мынау P-ді білдіреді. Күлгін түс бізде X, ал мынау розовый бізде F, мынау түс бізде T, ал мынау Z, және де мынау W-ды білдіріп тұр. Так, келесі есепте кесте бойынша есеп құрастыр және шығар дейді. Бізде текше берілген. Текшеде ұзындығы 6, ені 4, ал биіктігі 2-ге тең. Бізде көлемнің формуласы А, Б, H-қа тең. Енді А, Б, H-қа тең болса, үшеуін көбейтуіміз керек. 6-ға 4-ті көбейтсек 24, 24-ті 2-ге өтетін болса 48. 128-ді 16 мен 2-ның көбейтіндісіне тең болу керек. Келесі бізде мына жерде көлемі 128, ал ұзындығы мен ені 16 мен 2-ге тең. Биіктігін табу үшін біз 16-ны 2-ге көбейтіп 128-ге бөлеміз. Сонда 4 шығады. Келесі 15 пен 3-ті көбейтеміз 45, және 90-ға бөлеміз 2, 90-ды бөлеміз. Келесі 15 пен 3-ті көбейтсек, оған 2-ні көбейтсек 72 шығады. Келесі 2-ге 1-ді көбейтсек 2, 2-ні 35-ке көбейтетін болсақ 70. 30-ға 46-ны көбейтсек, бізде шығады 1380. Ал енді 27600-ді осы 1380-ге бөлетін болсақ, бұл бізде 20-дан келеді екен. Сонда бізде биіктігі 20-ға тең болады. Келесі тапсырмалар 83600-ді 76-ға бөлуіміз керек. 83600-ді 76-ға бөлеміз. Сонда бізде 1100 шығады. Мына жерде 1100. Келесі 576 мыңды
бөлуіміз керек 16-ға. Бізде 36 мың шығады. 36 мың. Келесі 68.441-ді бөлуіміз керек 89-ға. 769 шығады. 769. Келесі 219.368-ді бөлуіміз керек 68-ге. 3226 шығады. 3226. Келесі 428.452-ні бөлуіміз керек 94-ге. 4558 шығады. 4558. Келесі есеп бізде 44.370-ті бөлуіміз керек 58-ге. Сонда бізде 765 шығады. 765. Келесі 59.236-ны бөлуіміз керек 59-ға. Сонда бізде 1004 шығады. 1004. Келесі 446.376-ны бөлуіміз керек 84-ге. Сонда 5314 шығады. 5314. Келесі 645.888-ді бөлуіміз керек 96-ға. 6728 шығады. 6728. Енді осылардың ішінен бір есепті бағандап көрсететін болатын болса, бағандап көрсететін болса, мысалы 83.600-ді бөлейік 76-ға. Бұл есеп қалай шығады? Бірінші 83-тен бөлеміз. 83-тің ішінде 76 бізде бір рет болады. 76-ны жазамыз және азайтамыз. 83-тен 76-ны азайтатын болсақ 7 болады. Төбеден енді 7 76-ға бөлінбейді ғой, сол себепті алтыны түсіреміз. 76-ны 76-ға бөлсек 1. 76-ны 1-ге өтсек 76 азайтсақ 0. Енді төбеде 2 0 қалды, соны 11-дің артына тіркейміз. 1100 шығады. Келесі есеп 576.000. Келесі мысалы 576.000-ды 16-ға бөлуді көрсетейін. 576.000 бөлу 16. 1000 бөлу 16. Енді қарайық. 576.000 бөлу 16. 57-дің ішінде 16 бізде 4 рет болса, 64 болып кетеді, сол үшін 3 рет аламыз. Сонда 48. Енді 57-ден 48 азайтатын болсақ 9. Енді 6-ны түсіреміз, сонда бізде 6 болады. 6-ны 16-ға өтсек 96, азайтсақ 0. Сонда 3 0-іміз қалды, 3 0-імізді тіркей қоямыз. Осымен түсінікті деп ойлаймын. Келесі, бөлменің жалпы ауданы осындай метр квадрат дейді, белгісіз. Арқалық қойылған жердің ауданы дейді, осындай метр квадрат, ал пайдаланылатын ауданы қандай дейді. Мынау бізде жалпы бөлме болсын. Мынау арқалықтың ауданы, ал мынау бөлменің ауданы. Енді пайдаланатынның ауданы. Мынау арқалықтың ауданы тауып алайық. Ол үшін 3-ке 2-ні көбейтеміз. 6. Мынаның арқалықтың ауданы 6. Енді мына жердің ауданы 9-ға 4-ті көбейтеміз. 36. Мына жердің ауданы 36. Арқалықтың ауданы 6. Бөлменің ауданы 36. Ал пайдаланылатын аудан бізде 30 қалып тұр. 36-ті 6-ны азайтсақ 30. Келесі, сұрақтарға жауап бер, тапсырманы орында, үшбұрышқа қандай екі дөңгелектің арасында жасырылған және олардың радиусын өлшеп сыз дейді. Сен сол қандай фигураларды көріп тұрғаныңды жаз, жасыл түсті фигуралардың арасында қандай фигура жапсырылған және осыған ұқсас бастырғыш ойлап тауып дәптеріңе желімдеп жаз дейді. Бұл бізде үшбұрышқа қандай екі дөңгелектің арасында орналасқан күлгін және сары түсті дөңгелектің арасында орналасқан және олардың радиусын есептеп тап дейді. Өлшеп дәптеріңіз, мына кітаптан радиусын өлшейміз және сызамыз. Радиус деп отырғанымыз мына нүктеден, центрінен мына жерге дейінгі аралық бізде радиус деп аталады. Келесі, сен қандай фигураларды көріп тұрсың? Біз бір үшбұрыш көріп тұрмыз және үш дөңгелек көріп тұрмыз, иә? Енді мына жердегі төрт бұрыш және екі жасылдың арасында қызыл дөңгелек жастырылған. Енді бүгінгі сабағымыз аяқталды. Осы каналымызға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі сабақты шығаратын боламыз. Сау болыңыздар, оқушылар.